Қазақстанда біз 85 мың теңгенің жағдайын талқылап жатсақ әлі, қырғыздар елі Жапониядан үлгі алып жатыр. Ол қалай дейсіздер ғой? Қырғызстанда жақында үлкен өзгеріс болып жатыр мемлекеттік басқару саласында. Қырғыздар елі өздерінің жаңағы шенеуніктеріне галстук және пиджак киюді міндеттемейтін болды. Бұны не үшін дейсіздер ғой? Енді бұл былай қарасаңыздар бір жай ғана нәрсе сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ қырғыздар елі осы арқылы миллиондаған, миллиардтаған қаражатты үнемдемекші. Ол қалай? Шенеуніктерге білесіздер, онсыз да жақсы жағдай жасалады. Әсіресе министрлер кабинетіне, оны айтпаса да түсінікті. Ол Қазақстан болсын, Қырғызстан болсын, қай мемлекетке болмасын, енді ол елді басқарып отырған адамдар болғаннан кейін оларға жаңағы ұшағы бар, жаңағы жүретін көлігі бар, қызметтік пәтер дейсіз бе, жалақысы дейсіз бе, оларға жақсы жағдай жасалады. Енді қараңыздар. Қырғыздар елінде министрлер кабинетінің төрағасы заңға өзгеріс енгізіп жатыр. Қырғыздар елінде пиджак пен галстуктан бас тартатын. Осы арқылы қырғыздар елінде кондиционерді тұтыну азайып, электр энергиясына кететін шығын азаяды. Қараңыздар. Қырғыздар әрбір кететін мемлекеттің бюджетіне көңіл бөліп отыр. Әрбір тиынына дейін көңіл бөліп отыр. Себебі олар Жапониядан үлгі алып отыр. Жапонияда бұрыннан осындай өзгеріс бар. Жапондар елінде жаңағы қабызданып киініп алмайды. Өйткені егер ондай пиджак пен галстукпен келетін болса, шенеунік жиі кондиционерді қосады, ал кондиционерді қосқан сайын электр энергия жұмсалады. Бұл тікелей елдің бюджетіне келіп түседі. Ал осыны жапондар елі осындай пиджак, галстук сияқты жаңағы қажет емес босқа мемлекетке шығын болатын атрибуттардан бас тарту арқылы миллиардтаған, миллиондаған иен үнемдеп отыр. Қырғыздар осыны үлгі етіп алып отыр. Қырғыздар елінде енді галстук, пиджак кию міндетті емес шенеуніктер үшін. Онсыз да қырғыздар елінде мына Садыр Жапаров билік басына келгелі қаншама өзгерістер болды. Ол салық саясаты болсын, экономика болсын, халық әлеуметтік көмек саласы болсын. Енді елдің мына рухани саласы, мәдениет саласы, экономикасында қаншама өзгерістер болып жатыр қырғыздар елі. Бұл алыстағы Америка емес, жанымызда отырған қырғыздар елі. Ал Қазақстанда қазіргі кезде 85 мың теңгенің мәселесі қызып тұр десек болады. Халыққа 85 мың теңге жалақы жетпейтін, жақында видео жариялаған болатынмын, сонда комментарий жазған болатын. Қаншама адам комментарий жазып жатыр. Көбісінің айтып жатқаны мынадай: 85 мың теңгеге бір айға өмір сүруге, қаншама отбасындағы адамды асырауға жетпейді. Ал министрге Жұманғаринге қойған сауалды білесіздер. Ең болмаса ең төменгі жалақыны 150 мың теңгеге көтерсе, көбейтсе жақсы болар еді. Халықтың әйтеуір ішіп жеміне, келесі айға дейін аман есен жетуіне, ашық қалмауына көмектесер едік. Егер ең төменгі жалақыны 150 мың теңгеге көтерсек деген мәселені талқылап жатырмыз. Ал әлемде Трамп пен Си Цзиньпин басқа мәселені талқылап жатыр. Ал біз ең төменгі жалақының мәселесін талқылап жатырмыз.